Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде мына бір акцент, боялатын бөлшектері, алдыңғы артқы бамперлері, сосын мына бір есігі. Айтпақшы, даусым қалай естіліп тұр? Алдыңғы видеолармен салыстыра отырып, дауыстың сапасын бағалап кетіңіздер, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта бұйырса, видеоның да сапасын жақсартуға тырысамыз. Мына есіктің алдыңғы жағдайын видеоға түсіріп те үлгермедім. Нұржан ағам уже шығарып тастады, кәдімгідей кіріп жатқан болатын мына есік. Мына жағы сияқты ішке кәдімгідей кіріп тұратын, бір 3 см, 2 см кіріп тұр еді. Біраз шықты, қазір жағдайы жалпы бұлай болып тұр. Мына жақтары кәдімгідей майысып кеткен. Мына жақта міне арканың мына жер көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма, камераға түседі. Негізі қыр мына жерде болу керек. Жалпы осылай, осының бәрін шығару керек. Артқы бамперде бізде кішкене удар болған, мына жер майысып қалған. Осыны түзеу керек. Сосын мына жерде краскілер трещина алып жатыр. Осының бәрін наждақтап шығу керек. Жалпы жылтырдың үстіне краска ұрылған сияқты, мына жерде краска түсіп қалған. Астынан жылтыры көрініп тұр. Осының бәрін кетіру керек. Жылтыр қалдырмау керек. Жалпы мына астындағы пластмассында құлақтары ілмейтін болып қалған. Осыны жабыстыру керек. Артына удар болған кезде мына жақтағы екі құлағы, мына біреуі, сосын ана жағындағы құлағы майысып кеткен. Мына жағы. Осыны түзеу керек. Сосын мына стоптың да құлақтары сынып кеткен, осыны да жабыстыру керек. Алдыңғы бамперде бізде уже шкоклеп бастадық. Жалпы мына жерден сынып кеткен, міне. Мына жерден сынған, мына жерден сынған, аст жағы үшін түсіп қалған сөйтіп. Кішкене клеймен жабыстырып қойған, осының бәрін жақсылап пайкілеу керек. Жалпы мына жақта да сондай трещина алып кеткен, міне. Осының бәрін трещинаның кеткенше шкоклеп шығу керек. Жалпы әдемілеп осының бәрін жасау керек. Артқы бамперді шешіп алдық. Мінекей мына стоптың құлақтарын бәрін пайкілеп қойдық, әдемілеп. Бәрі сынып кеткен екен, аст жағы да, сүт жағы да бәрі сынған екен. Мына жерде қара пластмастың ілетін жерлерде сынып кеткен. Осының бәрін әдемілеп қазір пайкілеу керек. Мына жағын былай кесіп тартып жатырмыз. Жалпы осылай тартып алып, қайта сваклеп, шпаклевка жағып әдемілейміз бұйырса. Мына жағы міне біраз шығып қалды. Мына жердегі майысып жатқандардың бәрі кетті. Қазір уже бұйырса бет жағын тегістеп сваклей берсек болады. Жалпы мына жақта жамайтын жамап, шпаклевка жағатын жағып, әдемілеп шаңнан тазартып қойдық. Қазір бұйырса обезжирка жасап, уже грунтовка шашуға дайындап жатырмыз. Мінекей жалпы көрінісі осылай. Мына жақта бампер. Майысып кеткен жерлер біраз екен, біраз әдемілеп түзеп қойдық. Қазір уже грунтовка шашып бастаймыз. Грунтовканы дайындап жатырмыз. Грунтовка бізде 4-1. Қазір 300 грамм құйып алдық. Енді отверителін бізде 75 грамм құюымыз керек. Ақырында құйып бастаймыз. 50 грамм. Примерно 75 граммдай. Осы жеткілікті. Отверителмен бірге осылай араластырып аламыз, жақсылап, сосын барып үстіне разбавитель қосамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді мына бір разбавитель қосамыз. Жалпы қанша отверитель қосылса, сонша разбавитель қосылған дұрыс негізі. Бірақ кейде пистолеттен өтпей қалып жатады. Сол кезде кішкене сұйылту керек. Біз қазір 100 граммдай қосып көреміз. Нормальный болса шашамыз, болмаса тағы да сұйылтамыз. Примерно міне осылай. Грунтовканы шашып біттік. Жалпы көрінісі осындай. Енді жақсылап кепкесін бұйырса шкоклейміз. Сосын обезжирка жасап, краска дайындаймыз. Краска дайындап жатырмыз. Краска бізде акрил. Жалпы 200 грамм краска құйып алдық. Енді 100 грамм отверитель қосамыз. Міне 100 грамм қосып алдық. Жақсылап араластырамыз, сосын разбавитель қосамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді разбавитель қосамыз. Примерно 100 граммдай разбавитель қосып араластырып көреміз. 13-14 тамшы болса бізге жеткілікті. Егер қою болып жатса, тағы да үстіне қосып сұйылтамыз. Жақсылап араластырамыз. Тамшыны санап көреміз қазір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, міне 14-ші тамшы ағайындеп тұр қазір. Жалпы осылай бізге нормально. Грунтовканы әдемілеп шкукледік.
Шаңнан бәрін тазарттық, объезжирка жасадық. Қазір уже бұйырса краска дайындалып жатыр. Мына жақта далада тұрған жерінде прям краска шашамыз. Жалпы шкукленіп, шаңнан тазартып, объезжирка жасап қойдық. Мына жақтарын скотчтап қойдық. Жалпы бұйырса мына жерден бір кішігірім переход жасаймыз. Сосын мына жақтың бәрін шашып келіп, порогтың бәрін шашып, мына ортада стойкқа кішігірім переход береміз. Мына жақта мына есікке кішкене переход бермесек, царапиналар көрініп тұр. Мына жерден переход береміз, бұйырса уже красканы бастай береміз. Бірінші слойды шашып қойдық. Бірінші слойды қатты тойдырған жоқпыз, кішкене шаңдатып, тұмандатып шаштық. Ағып кетеме деп қорқтық. Жалпы қазір екінші слойды бұйырса тойдырып шашамыз. Бірінші слоймен пока кішкене қазір кебе тұрсын. Мына жағына да солай. Бір слой шашып қойдық. Жалпы краска енді онша разница жоқ сияқты көріп тұрмын, білмеймін. Қазір екі слойдан кейін қалай болатынын. Пока нормальный көрініп тұр. Қазір кішкене кептіріп қойып, уже екінші слойды бастай берсек болады. Пока бірінші слой кебем дегенше мына пластмассаларды, решеткалардың бәрін қара матовыйға бояп тастайын деп отырмыз. Шаңнан тазартып, объезжирка жасап қойдық. Қазір шашып бастаймыз. Мына бір слой шашып қойдық. Қап-қара болып түрі кіріп қалды. Қазір тағы бір слой шашамыз, сонымен бұйырса болды. Екінші слойды шашып біттік. Жалпы жаман емес, потек жоқ. Бірақ бұл жырлары кішкене қалыңдау сияқты. Кішкене шаң отырып, жылтырды азайған сияқты көріп тұрмын. Мына жақта да міне екінші слойды шашып біттік. Нормальный шыққан сияқты. Краскында сондай қатты айырмашылық беріп тұрған жоқ. Мына жерде міне қосылған жері. Міне шаң болып көрініп тұр, міне қосылған жері. Жақсылап кепкесін бұйырса, оны полировка жасаймыз. Қазір енді бетіне бұйырса, тағы да кішкене сұйылтып, үшінші слой шашайын деп отырмыз. Үшінші слойды шашып біттік. Жалпы жаман емес. Жылтыры өте әдемі. Мынау алдыңғы бампердің көрінісі, мына жақта есік бізде. Мына жақта артқы бампер. Гараж болғасын енді бетіне кішкене шаң отырады. Бұйырса жақсылап кептіріп, машинаға жинап бастай береміз. Краска жақсылап кепті. Қазір енді қосылған жерлерді полировка ету үшін екімдік мына жақпен шкуклеп жатырмыз. Тек қосылған жерлерді ғана полировка жасаймыз. Мына жерді, мына жерді. Мына жақтағы стойканы. Сосын мына жақтағы есікті. Мына жерде. Қазір көрінеді ме мына жақтың шаңы міне. Мына жерде шаң бар. Осы шаңдардың бәрін кетіру үшін екімдікпен әдемілеп шкуклеп шығамыз. Сосын полировка жасаймыз. Полировканы жасап біттік. Мына жылтыры бірігіп кетті. Ешқандай қосылған жер байқалып тұрған жоқ. Бұйырса жинап бітіп қалдық. Жалпы ішкі көрінісі міне мынадай болып тұр. Әдемі шықты деп ойлаймын. Красканың түсінде де кішігірім айырмашылық бар, бірақ қатты бір көзге түсетіндей емес. Мына крыло мен бамперде кішігірім айырмашылық көрініп тұр. Мына жақта да солай міне. Бірақ бізге дейін жасалған мына бір есік пен крылода кәдімгідей айырмашылық байқалып тұр. Біздің краска оның қасында әдемі болып тұр. Жалпы крыло мен бампер әдемі тұр. Міне капот пен де бампер әдемі тұрған сияқты. Жалпы көрінісі осылай. Бұйырса осымен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.